бірлік еншісіне айналған қайран абай. Абзал абай, арда абай. Ұшар басына көш етпес, кір шалмас заңғар абай. Ойлап отырсақ, біз қай кезде де абайды іздейміз. Жаның жадырап, қуанғанда есіне абай түседі. Көңіліміз достан да, дұшпаннан да, тіпті мынау ғажап өмірден де қалып құлазғанда, тағы да абай алдына барыппыз. Күйіп жаны ғашық болсақ, айтарға сөз таппасақ, сол сезім абайдан табылады. Елжіреп, көкірегімізді мейір кернесе, оның да сәулесі абайдан жеткен екен. Ел деп, отан деп ойлансақ та, абайдан алысқа кете алмаймыз. Ұрпағымызды жарыққа бастар жол іздесек те, абайға қарайлаппыз. Қалың елі, қайран жұрты қазағының абайы бар. Және сол абайдың ең ғажайып феномені қаншама қазақ бар болса, соншама абай жер басып жүрген. Бұл абай ғұмыры үзілмейді деген сөз. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтықпалы соқпасыз жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Жасымда албырт өстім ойдан жырақ, айлаға, ашуға да жақтым шырақ. Ерт ояндым, ойландым жете алмадым, етек басты көп көрдім елден бірақ. Ой кіргелі тимеді ер көзіме, сандалмамен күн кешкен түс безіме. Өз еріме, ерік бермей, жұрт қор етті. Сен есірке тыныш ұйықтат, бақ сөзіме. Ішім толған у мен өрт сыртым дірдей, мен келмеске кетермін түкөндірмей. Өлең шіркін өсекші жұртқа жаяр, сырымды тоқтатайын айта бермей. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай бақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің өмірің алдында, оған қайыр жесеңіз. Өсе өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз. Талап, еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. 5 асыл іс